Ораз екенін біле ма? Перегер сасып келеді ғой. Дос балам о қонақта келеді, тойда жүр ме? Осы балаң ұнамайды маған. Сен кімдермен араласып жүрсің? Азаматтың дос балам қонақта келеді. Вообще ұнамайды маған. Осы азаматың бар ғой. Қойшы дос бала ғой енді. Баласы ғана. Жалғыз мен бана ашып жүрген. Жö, нормально. Сен бала. Өзің неге айтпайсың? Айтпа, болмашы, болды, нормально. Сен бала, сен қалай не істеп жүрген адамсың сен? Нұртайды үйлендіремін деп жүрмін. Нұртайды үйлендіремін деп. Өзің үйленіп ал бірінші. Өзім үйлеймін, өлең шығам ба өзім. Шешесінде адаммен қалай сөйлесің? Қажылғыз. Сен Ритаң баласысың ғой, біліп отырмын ғой, 70-тегі иттің баласы. Мен қонаққа ғой бәрін сөйте болды. Болды, қойшма кетеді. Маған айтайын депсіз ғой, маған сонда. Иә, сен мынау не жүрсің? Осыда маған давлениесі көтеріп кетсін, отбасыңмен ойранып шығарып кетейін. Конкретно по факту бар ғой. Балаң лагерьде болғанда қайда ол? Балаң лагерьде шетемексін итердің ба? Айтпа. Итердің ба? Балаң қызға сөз салатында қайда болдың? Айфон 17 алып бер. Алдында үлкен сынақтар келіп қалды менде. Ретім төлей алмай жатыр, үлкен сынақтар келіп күйініп жатырмын. Рет төлей алмаған сынақ па сол? Балаға деген айфон 17 алып берді қызына, мен кредит алып бердім. Айтпай ондай. Сен айдаладағы біреуге бірдеңе алып бересің ба сен? Айтпашы ондайды. Меремей деген жасады, поверить на голову направо алып берді кредит. Қызың алда зерлеп жүрме ма? Жүрмей қалды қазір. Балаң болса, тәрбиелеген болса, жүрмей қалды. О, иттің баласы. Айдалада біреуден Оста маған айтпа ғой, мен сен жасыңа да қарамаймын, басыңа да қарамаймын. Болды. Атпайтайым. Жөнің отырмайсың ба? Ішіп алған ғой, таңертең кетеді ғой. Енді азамат кетті, көтіміз қысы отырайық па сол? Баршаны құсы отыр адам, кетші бар. Иттің басы қай-қайда жоқ біреуді алып келеді үйге.